Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тілінде auxiliary verbs деп аталатын көмекші етістік түрлерімен танысатын боламыз. Олар ағылшын тілінде бізде be, have, do және modals. Аталған көмекші етістіктер сөйлемде қандай жағдайларда қолданылады? Оның бірнеше түрі бар. Бірінші жағдай forming positive, negative, question sentence. Болымды, болымсыз, сұраулы сөйлем жасаған кезде қолданылады. Мысалға алатын болсақ, I have been in Жетісу. Мен Жетісуда болғанмын. Have бұл жерде көмекші етістіктің рөлін атқаруда. Екінші сөйлем I didn't see him yesterday. Мен кеше оны көрген жоқпын. Болымсыздық мағына беру үшін біз didn't көмекші етістігін пайдаланудамыз. Және соңғы сөйлем Are you Kazakh? Сен қазақсың ба дейді. Бұл жерде are бізде көмекші етістік болып табылады. Екінші жағдай short answers. Біреу сұрақ қоятын болса, біз оған қысқа жауап берсек, онда біз көмекші етістіктердің көмегіне жүгінеміз. Мысалға, do you love me? Сен мені жақсы көресің бе? Біз қысқа ғана жауап қайыру үшін yes, I do деп қоя салсақ болады. Немесе no, I do not. Бірінші сөйлемде келген етістік have болатын болса, онда екінші сөйлемде де міндетті түрде have көмекші етістігі жазылады. Егер бірінші сөйлемде be етістігі болатын болса, онда екінші сөйлемде де сәйкесінше be етістігі орын алады. Үшінші жағдай avoiding repetition. Сөйлемде келген негізгі етістікті сөйлемнің қалған бөліктерінде қайта қайталай бермеу үшін біз оның орнына көмекші етістіктерді қолданамыз. Мысалға, I speak English, but my teacher doesn't. He did when he was a student. I hope one day he will. Мен ағылшынша сөйлеймін, бірақ менің ұстазым сөйлемейді. Ол студент кезінде сөйлеген. Мен сенемін, күндердің күні ол сөйлейтініне дейді. Бұл жерде did, doesn't, will етістіктері speak негізгі етістігінің орнында қолданылып тұр. Төртінші жағдай question tags немесе making sure. Біз біреуге сұрақ қойғаннан кейін ол сөйлемде айтылған нәрсенің рас немесе өтірік екенін анықтау мақсатында көмекші етістіктерді пайдалана отырып және бір сұрақ қоямыз. Ол былайша орын алады. You are not local, are you? Сен жергілікті емессің дейді. Are you? Бұл қазақ тіліне солай емес пе? Немесе орыс тіліне не так деп аударылады. Яғни біз оның рас немесе өтірік екенін анықтау мақсатында пайдаланудамыз. She is married, isn't she? Ол тұрмысқа шыққан, солай емес пе? You won't come, will you? Сен келмейсің, солай емес пе? Егер бірінші сөйлемде қолданылған етістік болымсыздық күйде болатын болса, онда екінші сөйлемде біз болымды етістік формасын қолданамыз. Ал егер бірінші сөйлемдегі етістік болымды болатын болса, сәйкесінше екінші сөйлемде болымсыздық формадағы етістік жазылады. Яғни бір-біріне қарама-қарсы, ал беретін мағынасы солай емес пе, немесе не так ли? Бесінші жағдай emphatic questions. Ерекше көңіл күймен айтылған сұраулы сөйлемдер кезінде біз көмекші етістіктерді қолдануымыз мүмкін. Мысалға, I saw Бекболат Тілеухан yesterday. Мен кеше Бекболат Тілеуханды көрдім. Мұны естіп тұрған адам Did you? Cool. Расымен бе, тамаша деген жауап қайтаруы мүмкін. Did бұл жерде сөйлемге ерекше рең беруде. Алтыншы жағдай making people believe you. Адамдарды өзімізге сендіру мақсатында қолданылады. Emphasis және сөйлемге ерекше рең беру үшін. Мысалға, I love our prophet sallallahu alaihi wasallam. Мен біздің пайғамбарымызды жақсы көремін дейді. Ол кісіге деген махаббаттың жоғары дәрежеде екендігін көрсету мақсатында біз love негізгі етістігінің алдына do көмекші етістігін қоямыз. Сол кезде сөйлемнің мағынасы күшейе түседі. I do love our prophet sallallahu alaihi wasallam. Мен біздің пайғамбарымыз өте қатты жақсы көремін дейді. Үшінші сөйлемде байқаған болсаңыздар, do көмекші етістігінің алдына really сөзі қойылған. Бұл сөйлемнің мағынасын және күшейте түседі. I really do love our prophet sallallahu alaihi wasallam. Мен біздің пайғамбарымызды жанымнан да артық жақсы көремін деген мағынаға саяды. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі және басқа да маңызды тақырыптар жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше